Biz ата-бабамыз көрмеген нәрсені көрді. Барлық қиыншылықты, жақсылық, жамандық, бүкіл дін атаулының бәрін көріп, зерделеп келген кезде қалған дұрысы да, шындығы да, ақиқаты да осы екен деді. Егер бұл дінімізде бір әріпінде, басқа жағын айтпайық, бір әріпінде бір кемістік болған болса, онда біздің дініміздің дұшпандары әлде қашан бетімізге чұқып, бетімізге басып, сендердің мыналардың қате, діндерінде кемістік бар, діндерің кемел емес деп, бізді әлде қайдан бұл жолдан тайдырған болар еді. Сондықтан бүкіл дүниенің адамдары зерделеп, қайта исламға келуінің мағынасы ғасырлар өтсе де бір әріп, бір сөз өзгермей, сізбен бізге жеткен бұл Алланың ақиқаты екен. Пайғамбарымыздың мұғжизасы деп айтылады. Мұғжизасының ішіндегі нөмір бірінші мұғжиза, яғни кереметі, ол Құран деп айтылады. Пайғамбардың ең дүниедегі пайғамбар екендігінің дәлелі қайсысы дегенде, бұл Құран деп айтылады. Құран бір әріп өзгерген жоқ, бір жер өзгерген жоқ, ғасырдан ғасырға, ғасырдан ғасырға. Бір басқаны айтпай, қазақ айтамайды. Мен мына Құран түсінбеймін, мен бұны қазақша оқиын деп айтамайсыз. Бұл яки мына жері маған ұнамайды деп сол Құранның бетін жыртып, лақта тастай алмайсыз. Барлығы Алланың бұйрығы, бір нәрсе өміріңіз ады. Демек, бұл Алланың иләһи, Алланың өзінің самауи келген кітап екендігінің дәлелі мына ағайындар. Осыдан келіп шығады. Міне сондықтан сізбен біз сол кітапқа сүйеніп, сол пайғамбарымыздың айтқанына сүйеніп өмір сүрсек, алхамдулилля, ісіміз зор болады. Бұл Құран тек қана мұсылмандарды емес, керек болатын болса кәпірлерді, кәпірлермен қарым қатынасымызды, керек болатын болса мұсылман мен мұсылман, «Валақад каррамна бани Адам», Аллах Тағала адамды мұкаррам етіп көтердім деді. Аллах Тағала бұйырған аяттарында сіз бен біздерді тек қана екі-ақ топқа бөлді. Аллаға сенетіндер және сенбейтіндер деп те ғана бөлді.